Елшілермен әрі қарай не болды? Петр Жоханға айтқандай: Жохан, енді не істейміз? Біз қателесіппіз, ол құтқарушы емес. Жохан, ол өлі. Жохан, біз отбасымызды, кәсібіміздің барлығын тастап, әлемге билік етуі қажет болған патшаның оның соңынан ердік қой. Жохан, түсінесің бе, ол өлді. Ол құтқарушы емес, біз қалай қателестік? Осындай әңгіменің әбден болғанын көз алдарыңызға елестетіп көруге болады. Осындай әңгімеден кейін елшілер өз үйлеріне оралып қорқып тығылып жатады. Менің ойымша, олардың қорқатындай жағдайы болды. Үрім үкіметі де, Исраил халқы да оларға қарсы болатын. Әрине, олар өз өмірлері үшін қорықты. Сонымен қатар, Исаның айқышта шегеленгеннен кейін елшілердің еңселері түсіп төңіріліп өз үйлерінде тығылып жатты деген менде негіз бар. Келіңіздер, біз өзімізді олардың орнына қойып, олардың жағдайына кіріп көрейік. Олар нені бастан өткізгені жайлы естеріңізге түсіріңіз. Күллі халықтың қарсылығына қарамастан олар құтқарушының соңынан ерді. Олар жұмыстарын, туыстарын барлығын тастап, оның соңынан ерді, өйткені құтқарушының өлуі мүмкін емес еді. Олардың құтқарушылары Исраилдің тағына отырып, бүкіл әлемге билік етуі қажет еді. Мінекей оны өлтірді, Иса өлді, олардың барлық үміттері құрдымға кетті. Және де олар түңіліп үйіне тарап кетті. Бірақ содан кейін олармен бір нәрсе болды. Әлі де сенбеуші кезімде, университетте оқып жүргенімде, мені осы жұмбақтың мазалайтын әлі де есімде. Бір нәрсе болды. Айтқандай, ай не жыл емес, ал бірнеше күнде, апта ішінде болды. Олардың өмірлері түбегейлі өзгерді. Және олар бүкіл әлемді түбегейлі өзгертті. Оларды ұрып соқты, қинады, қуғындады, ақыр соңында өлтірді. Және осының барлығы бос қабір үшін болды. Олардың сөздері бойынша Назареттік Иса өзінің тірі екенін әртүрлі сенімді дәлелдер арқылы 40 күн бойы олармен болған. Және оларды қанша қинаса да, олар бұдан бас тартқан жоқ. Менің тарихтағы адамдардың мінездері туралы білетінімнің барлығына бұл қарсы келетін. Олардың өмірін не өзгертті? Тек жалғыз нәрсе: Мәсіх өлімнен тіріліп, оларға көрінгені. Ел университетінде көптеген жылдар бойы тарих сабағын беретін доктор Кеннет Скотт Латурет бұл жайында былай деген: Исраилды азат етуші Исаға үміт артқаны жайлы өкінішпен естеріне түсіріп отырған түңілген және естері шыққан адамдар бірден көңілді ұйымшыл куәгерлер тобына айналды. Не болды? Оларды не өзгертті? Осы зәрейлер ұшқан адамдарды батыл елшілерге не нәрсе айналдыруы мүмкін? Тек жалғыз ғана нәрсе: өлімнен қайта тірілу.